кейіпкер. Жарай ма? Аңыз кейіпкер. Иә. Жақсы. Гүлназ, үшінші сұрақ сізге. 9 ұлына бір үйден 9 қыз іздеген кейіпкер бар ертегі бізде Ертөстік. Ертөстік. Әкесінің аты кім еді? Ерназар. Өте жақсы. Айнұр, төртінші сұрақ. Тастан тасқа секірген шынағым деп жақсы көретін түлікті көрсетіңіз. Ешкі? Иә. Ешкі сүйер баласын кім деп? Лағым деп. Тастан тасқа секірген шынағым деп. Неге мұндегі лақ деген қ ғыға айналып кетеді? Қазақ тілінен өттік қой біз. Кейінді ықпал ма? Кейінді ықпал, иә? Дұрыс қой. Ықпал артқа қарай жүріп жатыр. Мынау кейін келген артқа қарай, кейінге қарай ықпал жасап, қыны ғыға ауыстырып жіберді. Жақсы. 5. Роза, сіздің кезеңізді өдеймін. Әлде олай ма? Айтыс түрінде орындалатын тұрмысал жырынан көрсетіңіз. Айтыс түрінде араздасу ма? Араздасу ол қоштасу деген сөз. Амандасу деген сөз. Сыңсу емес, бастар емес, я? Қоштасу Олай тоже емес. Араздасу или жар-жар, мен білуімше. Жар-жар. Бұл жар-жар. Жар-жар болады, яғни Қыз жағы мен жігіт жақтың достары бір-бірімен айтысады кезекпен. Соны жар-жар. Жақсы. Арамызға бір оқушы қосылған секілді, маған есімің көрінбей тұр. Айта қой есіміңді. Біз ары қарай жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, Қайрат Батыр. Сәлем, атың кім? Қайрат. Қайрат, е? Қайрекет, алтын оқи ғой. Байдың қызы біз бекені алдап алып кетумен аяқталатын аңыз әңгімені табыңыз дейді. Байдың қызы біз бекені. Қараңыздар. Алдап алып кеткен болса, демек ол кім деген сөз? Алдаркөсе. Алдаркөсе. Демек жауап автомат түрде Б және Д емес. Солай ма? Ары қарай. Ары қарай. Шайтан алдау емес шығар. Шайтанның қызы болмайды. Оны алдамайды. Жақсы. Қалаша қандай емес. Байдың қызы ол шық бермес, иә. Шық бермес, Шығайбай. Шығайбай. Дұрыс қой. Иә. Әлия, Айнұр дұрыс қой жауабымен. Жақсы. Кеттік. Енді жақсылап бір кезек ұйымдастырып алайық. Бірінші Гүлназ бастасын, екінші Әйгерім, үшінші Роза, төртінші Әлия, бесінші Қайрат, алтыншы Айнұр болсын. Кеттік, Гүлназ бастай ғой. Жетінші сұрақ. Аха. Шамандық діни наным сенімге байланысты туған айтыстың түрі. Шамандық діни наным сенім. Солай айтысатын болсақ, біздің сол айтысымыз бізді ауру сырқаудан, жамандықтан сақтайды деп сенген адамдар. Бәдік. Ол ертеден келе жатқан. Ең ежелгі айтыс, бұл шаманизм. Ол бәдік. Жақсы, Әйгерім, 8. Әдеби ертегінің ерекшелігін көрсетіңіз. Осы жерде ертегінің болатын болса, ауызша тараған. Ертегінің кез келген ауызша тарайды. Онда... Ал әдеби ертегі деп тұр бұл жерде, арнайы. Онда кейбіреулері лирикалық жанрға жатады ғой. Авторы белгілі. Ертегі ол эпикалық шығарма. Оқиғаға негізделеді, ол міндетті түрде. Осыны білген жоқпын, ағай. Может, болады. Синтаксистік қайталаулар көп болады. Синтаксистік қайталаулар көп болатын шығар. Иә, осы жоқ. Айттық қой біз сабақ кезінде оны. Оқушылар, Айнұр, айттық қой біз мұнаны 8-де. Қайсысы болады жауап? Тарихта болған тұлғалар туралы ма? В вариант. Жоқ. Синтаксистік қайталаулар көп болады. Синтаксистік қайталаулар көп болады. Бұл халық ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің айырмашылығы кезінде айттық. Авторы белгілі емес пе? Ал әдеби ертегі дегеніміз ол авторы белгілі ертегі. Мысалы үшін Әбділда Тәжібаевтың Толағай ертегісі. Тау көтерген Толағай. Біздің Ертөстікті кім жазды мысалы үшін? Біз осы кісі жазды деп айта аламыз ба? Жоқ. Ал Толағайды айта Немесе Мағжан Жұмабаевтың Жүсіпхан деген ертегісі бар.
Үлкен ертек, кіші ертек деген ертегісі бар. Ол ертегілер, және оны кім жазғанын білеміз ба? Осындай авторы бар ертегілерді біз әдеби ертегі деп атаймыз, Әйгерім. Жақсы ма? Все түсінікті ағай. Жақсы ма? Кеттік. Роза, 9-шы сұрақ сіздікі. Кенжекейдің атасынан сұрап алған тұлпарын көрсетіңіз. Құба інген бе? Өйт. Інген деген өзі тұлпар ма? Інген деген не, жалпы айтыңызшы? Вайшылар деген түйенің несі ғой? Інген деген түйе. Ағай шалқұйрық. Шалқұйрық. Шалқұйрық емес па? Ертөсті кімнің жары еді, Роза? А? Тайбурыл емес па ағай? Ой, Кенжекей кімнің жары деген ертөстік деп. Тайбурыл қорқыныкі ғой. Ертөстіктің жары. Ертөстік. Сөйтіп Кенжекей ұзатылып бара жатқан кезде шалқұйрықты сұрап алады, сөйтіп ол шалқұйрық ертөстіктің жылқысының тұлпарына айналады. Солай ғой. Солай байланыстырып, оқиға ретінде қарамасақ, айтпесе шатасамыз. 10. Айнұр, сіздікі. Әлия. Мен 6-шы болғам ағай. Әлия. Айта берейін. Лирикалық жанрға жататын ауыз әдебиетінің түрін көрсетіңіз. Тұрмысал жырлары. Жырлары. Лирикалық дегенде түсіндіріңізші, басқалардың не айырмашылығы бар бұл жердегі? Байланысты шығатын шығармалар. Қалай? Аңыздардың оның белгілі бір сюжеті бар. Ертегілерде көңіл күйге байланысты шығатын. Батырлар жырдан оқиғаға негізіледі, мысалдар да оқиғаға негізіледі. Ал тұрмысал жырлары, мысалы үшін, осы өмірге лайық топты жарып жар-жар, немесе қаз балам, қадам бассаң мәз болам, бір оқиғаны баяндауға арналған ба? Жоқ. Олар демек лирикалық. Көңіл күйге өте жақсы. Кәні, Қайреке, 11-ші сұрақ. Әжі Жәнібектің шешесі өлгені қалай болды деген сұрағына Жиреншенің берген жауабы дейді. Қазір. В. Болмады ғой ағай. Білмедім оны. Жақсы. Ағар бұлағы суланғанмен бірдей болады. Су алғанмен. Қалай? Оға ағар бұлағы су алғанмен? Сенімсіз ғой жауабыңызға, е? Қателесіп отқан жоқпыз ғой? Білмеймін, осы деп ойлап. Осы деп ойлап отырсыз. Жақсы. Әлия, Айнұр, жасадыңыздар ма тестті? Бұның жауабы қалай? Иә. Қалай жауабы бұның? Бұл жауабы деп білмеймін. Дұрыс болды ма сіздікі? Иә, менде. Бірдей болады. Әлия, дұрыс па? Білмеймін ағай. Иә, ағай, дұрыс осы. Қараңыздар, ана бұлақ балалар жанындағы құрақ деп айтады ғой қазақ? Мен ойымша Асқар тауы құлағанмен бірдей болады. Жоқ, Асқар тауы құлаған ол әкеге байланысты. Асқар тау деп Әкеге байланысты. Бұлақ қой ағай. Ана ол бұлақ. Ана бізге себебі сүт береді, ол бізді өсіреді. Ал оның сол бұлақтың жанында өскен құрақтар, ол біздер балалар. Түсіндікті ма логикасы? Иә. Жақсы, кеттік. 12. Айнұр, сіздің сұрағыңыз ойдың. Иә. Анасының жас сәбиіне деген арман тілегі айтылатын қатарда анықтаңыз. 12-ні мен сі деп белгіледім. Құрығыңды майырып, түнде жұртқа қайырып, жігіт болар ма екенсің? Жақсы. Сонда кішкентай балаға бұл қандай жыр өзі? Айтыңызшы, қандай жыр бұл? Той бастар ма? Жоқ, бесік жыры. Бұл бесік жыры. Белгілі бұл қазаққа тілдің желі, той қылдың жұрт жиналған мерекелі. Сәрсенбіде сәтті күні той қылыпсыз, тойыңыз той қыласын берекелі. Бұл той бастар. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін десе, бұл қандай жыр? Тұсаукесер. Ақсақ құлан Жошы хан, баласы өлген осы хан. Бұл не еді? Ой. Бұл Естірту. Естірту? Иә. Естірткен кезде сенің балаң өлді деп айтса, ол естірту болып есептеле ме? Кішкене әрдейін келмей ме? Естірту дегеніміз. Жоқтау ма? Жоқ, бұл аңыз еді ғой. Ақсақ құлан Жошы хан күй аңызы. Естеріңізде бар ма?
Ақсақ Құлан Жошқан күйінің шығу тарихын айтатын еді. Дария шалқар көліміз жер болып қалған суалып. Бұл енді басқа бір өлең. Кеттік. Ең бірінші оқушыға келдік ау деймін. Гүлназ, сұрақ кезегі сізде, 13. Аха, жаманға Аяз би деген атты кім бергенін анықтаңыз. Жаманға Аяз биді Жақсы. Ағай, бұл негізінде ел берген деп тұр да, халық берген. Мадан хан ба? Жоқ, Бесханның елі берген ғой. Бесханның елі деп тұр. Бесханның елі. Елі. Аяз би деген. Қайран менің өз үйім, кең сарайым боз үйім деп айтатын аңыз кейіпкерін анықтаңыз. Ол жиренше. Ол жиренше. Өте жақсы. 15. Сұрақ кезегі Роза сізде деймін. Сырым мен Малай сары әңгімесіндегі шешендік жұмбақтың шешуі болатын жауапты көрсетіңіз. Әкеңнен айырылсаң асқар тауына шалған малдыр. Бұл сұрақтың ответін мен білмеймін, шыны оқымаған вообще. Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. Осы бола ма жауап? Жетіп бәле емес. Жоқ. 15-ші сұрақ па ағай? Ау? 15, иә. Мен д жауабы деп белгіледім. Сырым мен Малай сары. Мен оқулықтан ашайын. Ертөстік, ертегілер. Бұл ағай қай видеода еді? Шешендік өнерде ғой? Енді Сырым мен Малай сары екеуі де шешен ғой. Шешендік өнердің 3-ші дәуірі еді. Бала би мен Сырым. Қараңыздар. Шешендік өнердің түрлерін бөлдік қой біз. Қандай түрлері бар еді? Шешендік өнердің қандай түрлері бар еді? Мағыналық оқушылар. Шешендік толғау, шешендік дау, шешендік арнау. Арнау. Енді қараңыздар. Сырым мен Малай сары. Шешендік өнердің жанрлық түрлері міне. Шешендік өнер кешендік сөздер өшеден басталды. Біз оны түрлерге бөлдік. Майқы билерден басталады, жиреншемен жалғасады. Әрі қарай кетеді деп өлтірікшінің сөздерін айттық. Өкілдердің хронологиялық реті бойынша орналастырып келе жатқан кезде Байдалы шешен уәли айғанымға айтады. Жиренше дүниеде не өлмейді дейді. Жәнібек хан екеуі Мұса мен Саққұлақ. Мұса жауап береді. Біз бұл мысалды айтқан жоқ бедік не оқушылар? Мен соны видеодан тапқан жоқпын. Сондықтан білмей отырмын. Видеодан тапқан жоқпын. Видеодан қарадым ғой мен бәрін. Басқаларының барлығын айтты, тек осы айтылмады ма? Негізі бір видеоны қарамай кеттіңіз бе? Ау? Жоқ, мен барлық видеоны қарадым. Мен ютубтағы сіздің прямой эфирларыңыз бар ғой. Жаңағы осындай зәнлеп, соларды қараған жоқпын. Қараған жоқсыз. Жоқ, ютубта. Ал порталдағын бәрін қарадым. Зум арқылы өткенді айтып жатсыз ғой, сіз? Иә, соны қараған жоқпын. Ал былай мен порталдағыларды қарадым, ол жерде болған жоқ. Аха, соны қарау керек. Жол анасы не, сөз анасы не. Бұларды біз өттік. Демек айтылмаған ғой. Жақсы. Бұның мен үзіндісін сіздерге жіберейін. Жақсы ма? Сұраққа келдік. 15. Үзіндісін жіберейін, 15-ті. Есте сақтап қойын. Әрі қарай, 16 сұрақ. Атың жақсы болса, не еді? Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Аха. Балаң жақсы болса, жаның болса, төлебидің айтқаны. Ой, айт қойдым. Төлебидің айтқаны. Жақсы. Маған мен сұрау емес па? Иә. Жарайды, Әлия, 17-де сіз оқыңыз ендеше. Кендебайдың әкесі Қазанғап қай жерді мекен еткенін анықтаңыз. 17. Әлия, 17. Қаратаудың ойы, 17,
аңыз әңгіменің кейіпкеріне жатпайтын қатарды көрсетіңіз. Жиренше, Аяз би, Шығайбай, Алдаркөсе, Жошыхан. Жошыхан? Шығайбай. Неге? Шығайбай аңыз әңгіме кейіпкері, Жиренше аңыз әңгіме. Қараңыз, Жиренше аңыз әңгіме, Алдаркөсе Шығайбай, Алдаркөсенің Шығайбайды алдауы, екеуі де жауап болады. Екеуі аңыз әңгіме. Жошыхан күй аңызы, ал Аяз би не еді? Ол бізде Аяз би ертегі. қандай ертек еді? Ертегі ме? Шыншыл ертек емес пе еді? Шыншыл. Иә, шыншыл ертегі демек 17-нің жауабы Б болады. Ал Ертегі Керқуатты ма? Кендебайдың әкесі Қазанғап Қаратаудың ойын, Қарасудың бойын мекендеген еді. Солай ғой? Иә. Жақсы, Айнұр, келесі сұрақ 19. Әкем маған жылқыдан шалқұйрық атты берсін, жасаудан ақсырмалы сауыт берсін, түйеден құбан кенді берсін деп айтатын кейіпкер. Иә. Ең бірінші сұрақтарда болды ғой? Кенжекей? Әрине, Кенжекей. Нет. 20. Жоқ, қош. Әйгерім, сіздің сұрағыңыз ой дейме? Жоқ, Гүлназ, сіз бастайсыз ғой. 20. Ағай, Кенжекей ма? Әрине, енді кім болады? Иә. Кенжекей ұзатылып бара жатқан кезде шалқұйрықты алады да, сөйтіп ұзатылғаннан кейін сол шалқұйрықты өзінің жары болған ертөстікке сыйлайды. Сөйтіп ертөстіктің тұлпары шалқұйрық болып шыға келеді. Ой, мен ертөстік деп белгілеп қойыппын ғой. Иә, атты кейіпкер деп сұрап тұр ғой, қай ертегіден емес? Гүлназ, 20. Ертөстік ертегісінде жер асты елінің тұрғындары. Иә? Темірхан және Бапыхан. Бапыхан, өте жақсы. Дұрыс қой, оқушылар? Иә. Кеттік, 21. Әйгерім, сіздің сұрағыңыз. Уәде қылып келбең, сөйлесем де осы жерге жалғыз атты жолаушы, Аллах менен көш жерге құрбыңды іздеп тауып ал. Жас қыз сөзіңді естілмей, қайыңыз кейіпкерлер сөз екенін анықтаңыз. 21. Ағай, бұны білген жоқпын мен. Бұл қарашаш болады ғой деймін, иә? Қарашаш. Гүлбаршын. Қарашаш емес пе? Жақсы. Кімде қандай вариант? Қарашаш. Белгіледім. Қараңыздар, бірінші кезекте аңыз кейіпкері дейді, иә? Аңыз кейіпкері. Бізбекеш аңыз кейіпкері ма? Кенжекей, Ақжүніс, бұлар аңыз кейіпкері емес. Бұлар батырлар жыры. Ертегі, Назым да дәл солай, Гүлбаршын да дәл солай, Бізбекеш те дәл солай. Солай ма? Иә. Аңыз кейіпкері болған жоқ. Меңді бұл Аяз бидегі Қарашаш. Жалғыз атты жолаушы дейді. Жалғыз атты жолаушы болып келетін айтылды ғой, Жиренше деп. Иә. Қарашаш жалғыз өзі тезектер, достарымен тезектер жүрген кезде жаңбыр жауып кетеді, өткінші жауып болады деп. Естеріңізде ме? Демек, бұның жауабы Е болады. Жақсы ма? Оқушылар көп жауапты сұрақ келген кезде міндетті түрде 2-3 жауап болу міндетті емес, кейде бір жауапты да бола береді. Жақсы ма? Иә. Кезде кімде 22? Кім оқыды жаңа? Әйгерім оқыды. Енді Розада сұрақ кезегі. Мен оқыдым. Оқушылар? Кім оқымады? Роза оқыды ма? Мен оқы берейін. Мен оқы берейін бе? Мен Оқи беріңіз, мейлі. Оқи беріңіз. Кім оқымады, сол оқысын. Мен оқимын. Аңыздық прозаның түрлерін көрсетіңіз. Топонимикалық. Жер суаты. Және тарихи. Тарихи. Және тарихи. Үшіншісі бар еді, қандай? Күй аңызы. Үшіншісі еді, күй аңызы. Варианттарды алайда берілмейді. Өте жақсы. 23. Роза, осындасыз ба? Оқисыз ба? Иә, оқимын. Кәне, кеттік. Үзіндідегі Мұхамеджан Тазабеков көтерілген мәселені көрсетіңіз. Мелістіктілікке сай болалық бұл айтыс шайқастың майдан анық. Арғы атаң найза ұстаған батыр еді, атқан оғы тиетін айға барып. Іркес-тіркес іріден сөйлеңізші, әңгіме айтқан жан болмай шайға барып. Қайран біздің қазақтың ұрпағы да,
майшабақтай барады майдаланып. Не жайлы айтылған? Жалқаулық жайлы айтылған ба? Жоқ. Жоқ. Мақтаншақтық жайлы? Жоқ. Батырлық жайлы? Жоқ. Еңбекқорлық жайлы? Жоқ. Сараңдық жайлы? Жоқ. Айтылмайды. Даналық жайлы? Жоқ. Намысқойлық? Иә, айтылады. Көрегенділік, менмендік, жоқ, намысқойлық жайлы айтылмайды бұл жерде. Бұның жауабы мәрттік және ірілік болу керек. Көрсетейін. Бұл айтыс. Кім мен кімнің айтысында айтыс еді? Естеріңізде қалды ма? Қараңыз. Мұхаммеджан Татарбеков пен Мелістің айтысы. Балмашев. Тектілікке сай болалық. Бұл айтыс шайқасатын майдан анық деп келеді де, қазақ жастарын мәрттікке және ірілікке шақырады деген көрдіңіз бе? Иә. Демек жауабымыз қате болмапты. Әрі қарай 24. Кім оқымады, келесі оқушы. Уақыт жоғалтып отырмыз. Шешендік сөздердің мазмұнына қарай түрлерін көрсетіңіз. Иә. Шешендік сөздері біріншісі шешендік дау, шешендік толғау, Үшіншісі шешендік түрі бөлінетін арнау. шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау. Бұл жақта керісінше қойған. Бірден кейін, үштен кейін, екіден кейін бір қосымша тастаңыз. 25 оқымаған кім бар? Жаңа бала оқыған жоқ. Ол жігіт интернет дұрыс болмай жатыр ма, шығып кетіпті. Әйгерім оқи ғой 25. Біржан мен Сараның айтыстың қай түрлеріне жататын анықтаңыз. Бұл қыз бен жігіт айтысы. Болды ма? Және ақындар айтысына келеді ғой, яғни? Екеуіне де жатады деп айтқан едік. Негізі айтыстар не біреуіне жатады, не мынаусына, не мынаусына жатады. Ал Біржан мен Сараның айтысы екеуіне де жатады. Жақсы. 26. Кәне, Роза. Сара тағдырына толғанып, жақсыны бір жаманға қосақтай салу ешқандай жолға сыймайды деп үлкендердің бетіне басқан айтыскерді көрсетіңіз. Иә, Сарамен айтысатын кім еді бізде? Атақты? Біржан. Біржан Сара. Өте жақсы. 27. Айнұр, кәне. Төле бидің нақыл сөздерін көрсетіңіз. Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім, басқа айтқан сөз жетім болады. Содан кейін G жауабы деп белгілеппін. Жақсы. Ол көрінбейді. Сосын аш. Әйелің жақсы болса. Ағай аш жатады ғой? Аш жата ма? Қараңыздар, мен Төле биді ашайын. Жоқ, аш жатады. Аш жатады ғой, ағай. Өркенім етсін деген сен кекшіл болма. Жоқ, ол емес. Ол Айтек емес пе еді? Ана игі деген бар ғой, ағай. Сол жатады. Бір дегеніміз деп Төле айтты. Айтеке би жоқ деп жазады. Қазыбек айтады. Қазыбек би бірлігі кеткен ел жаман деп айтады. Төле жақын деп айтады, қымбат деп айтады. Өркенім өссін десең кекшіл болма дейтін Қазыбек би екен. Ал Төле би не дейді? Бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші арсының тұрағы. Жаңа айтылды ғой. Және жаңбыр жаумаса жер жетім. Төртеуін есімізде сақтап қалайықшы. Жетім, игі, болса және бөліну. Бөлінген түрі. Енді жауаптарға қарайық. Білмеймін, бір жерден оқып едім. Бірлігі кеткен ел жаман. Осының кісі ме екен, басқа кісінікі ме? Басқа кісінікі. Басқа кісінікі, Айтекенікі. Ең жақсы болса айтылды, жаңбыр жаумаса жер айтылды. Бүгін басқа жоқ. Деп суалмайтын суат жоқ, Айтеке бидікі, өркенім өссін десең өлші болма, Қазыбек бидікі. Алтын ұяң отан қымбат ол бөлектікі. Демек, и және Ж жауаптары болады. Келістік қой? Иә. 28. Әлия, кәне.
Әлия? Еңбектің адам өмірін деп жүрген бұл емес. Ақжүрек адам азбас. Бұл да еңбекке қатысы жоқ. Еңбек түбі берекесі жатады. Сосын еңбекпенен ер көгерер деген F жауабы. Сосын не ексең соны орасың. Жоқ, бұл еңбекке бір қатысы жоқ. Қатысы бар емес пе? Қатысы бар. Не ексең соны орасың деген біреуге Қандай істеген сіз соған? Жоқ, не ексең соны орасың, сол яғни өзіне қайтады деген сияқты. Өзіне қайтады деген. Ол тура мағынасында айтсақ, еңбекке қатысы бар. Ауыспалы мағынасында жоқ. Ауыспалы мағынасында ол біреуге жақсылық жасасаң, өзіне сол қайттан келеді деген сияқты. 29. 29. Әйгерім, кәне. Көңіл күйге байланысты туған шығармаларды көрсетіңіз. Так, бұл жерде естірту, Жақсы. көңіл айту, Көңіл сосын қоштасу. Көңіл айту деген бізде шығарма жоқ еді. Шығармалар деп. Наурыз жыры. қоштасу. Наурыз жыры болады. Қоштасу ағай. Бізде үшеу еді. Қоштасу біріншісі, екіншісі Қоштасу, естірту. Үшіншісі не істеу? Көңіл айту. Көңіл айту. Тылсу емес пе? Жоқтау, я. Жоқтау. Ал бұндай вариант жауаптардың арасында жоқ. Демек, осы Жоқ. жарай ма? Көңіл күйге байланысты туған жыр деп ретінде біз үшеуін айтамыз. Қалғандарын жатқызбаймыз. Келістік па? 30-да. Кәне Роза оқи ғой, сонымен аяқтайық. Халықтың тұрмыс салтына байланысты туған өлең жырлар. Бірінші бата тілек. Иә? Жақсы. Сосын наурыз жыры. Жақсы. Болған сияқты. Көңіл күйді білдіретін емес пе? Көңіл күйді білдіретін жырлар жата ма тұрмыс салтына оқушылар? Жоқ. Жатпай ма? Онда болған сияқты. Басқа білмейді екен. Жақсы. Қазір көрсетейін сіздерге. Жататын сияқты ағай өткені. Жатады емес па? Жата ма, жатпай ма? Әлия, сіз не дейсіз? Тұрмыс салты. Мен жатады деп ойлаймын. Мен жатпайды деп ойлаймын. Неге жатады, неге жатпайды? Жоқ. Маған логикасын Мен жатпайды деп ойлаймын. Себебі Тіпті жоқтау деген біздерде. Жоқтау деген көңіл күйге байланысты ғой. Иә. Көңіл күйге байланысты болса жатпай қала ма сонда? Қалай? Жоқ, аға жатады деп ойлаймын мен. Тұрмыс салт деген көңіл күйдің ішіне көңіл айту тұрмыс салтқа жатпай ма ағай? Естірту, сыңсу дегендері салт емес пе? Ол тұрмыс салтқа кіріп тұр ғой, иә, жататын. Тұрмыс салт жырлар адам өмірінде қазақтың тұрмысында не бар? 4 түлік мал бар. Соған байланысты жырлар тұрмыс салт жырына жатады. Қазақтың өмірінде наурыз бар, наурыз тұрмыс салт жырына жатады. Қазақтың өмірінде сәби дүниеге келеді, өмір болғаннан кейін қазақ сәбидің дүниеге келуіне байланысты тұсаукесер жасаған, атқа мінер жасаған, солардың барлығы жатады. Одан кейін үйленеді ол бала, жар жатады, басқа жатады. Сыңсу жатады. Оқушылар сыңсу көңілге байланысты жырға жатып кетпейді. Ол үйлену салтына байланыстыр. Білесіздер ғой айырмашылығын? Иә? Иә. Сыңсудың айырмашылығын түсіндірмедім ғой сіздерге? Иә. Ал келесі бір жататын жыр ол көңіл күйді білдіретін жырлар. Қоштасу, естірту және жоқтау. Ал аңыз мақал мәтелдер бұлар байқасаңыздар басқа түспен. Демек бұлар тұрмыс салт жырларын деуге келмейді. Бұлар бөлек. Келістік па? Жақсы. Иә. Батырлық және ғашықтық жырлар. Біз өттік, тестін жасадық па? Иә. Ағай. Әрқайсыңыздан сұрап шығайын. Әйгерім, орындадыңыз ба тестін?
Жоқ, орындаған жоқпын. Бай сұрақтарын қарап шықтым, бірақ үлгерген жоқпын. Үлгерген жоқпын. Біз өткен аптада келіскен сияқты едік қой. Бұны жасап келеміз. Иә. Енді болмайды олай етуге. Бүгін жасап қоям, жаңа қарағам ғой, үлгермей қалдым. Әлия, сіздер жасадыңыздар ма? Мен Иә, жасадым. жасадым. Жақсы. Бұл бір үлкен тақырып еді. Кейіпкерлермен қиын ол. Кеттік. Қобыланды батыр не істейді? Қайсысы Қобыланды батыр? Қобыланды батырдікі қазір. 90 қолдың бастығы Естемес батырды Қызылбас еліне жібергісі келмеді. Сондай ма? Иә, сол 90 қолдың. Д бола ма? Мгм. Жақсы. Мынадан бастайықшы. Алшораз таяқтап сабап кейін қайтаратын. Қай жырда? Ол Қамбар батыр жырында. Ол Қамбар батыр. Иә? Қамбар басында Назымның менсіз ағасы. дейді. Сөйтіп, кейін қажет болып қалады Қамбар оларға. Иә. Бар. Кеттік. Қарабай маралдың ішін жарып жібергенде егіз қодық маралдың лағы шығады. Бұл қай жыр? бұл аты десеңіз, Қарабай Сарбай. Қарабай Сарбай, Қоз көрпеш баян сұлу. Демек, Б бізде Қоз көрпеш баян сұлу. Жеті. Қарагөзайым батырдың зынданнан шығуына көмектеседі. Қамбар батыр. Қамбар батыр. Сондай ма? Жоқ. Қамбар Жоқ. Қобыланды. Қобыланды. Жақсы. 90 қолдың бастағы Естемес батырды Қызылбас еліне жібергісі келмейді. Бұл ше? 90 Естемес батырды Қызылбас. Алпамыс. Негізі Қобыландыға жатады, бірақ та мұнда сөйлемде керісінше 90 қолдың бастығы Естемес батыр Қобыландыны жібергісі келмейді ғой. Естемес деген кім еді жырдағы? Соған келейікші. 90 қолдың бастығы. Ал оның біздің батырға не байланысы болады? Кімді? Ерғұл ғой. Баптар адамның өсуіне, жетуіне көмектеседі. Дұрыс. Иә, Ерғылдырады деп айтады. Қобыланды батырды. Әзірге күте тұрайық. Қобыланды батырды. 25 мың жорға алып, саудагер шал айтқан сұлуларды көрмекке Ақжайыққа баратын. Қыз жібек. Төлеген. Қыз жібек. Жақсы. От жағып, күн болып кетер деп ойлап, сіңілісін елге қайтаратын. Айман Шолпан. Айман Шолпан. Үш е кетті. Қай нұсқалар қалды сонда бізде? Қартқожақ. Жалғыз оқпен салып қалғанда батырдың қорамсақтағы 160 кез оғын күлпара етіп отыр. Қартқожақ қай шығармада? Қартқожақ деген Ертарғында. Ертарғын. Ал сонда 90 қолдың бастығы Естемес қайсысы болды? Алпамыс батыр ма? Қалған сол болып тұр. Ол бірақ Қобыланды батыр емес па? Естемес. Көрпешті таптық, қоз көрпешті таптық, жібекті таптық. Қараңыздар. Қыз жібекті таптық. Лерепсті жырларда проблема жоқ. Ертарғын. Қартқожақ, міне. Шықты ма Қартқожақ? Иә. Қашып келе жатқан жолда екеуінің соңынан Қартқожақ қуып жетеді. Ақжүніс, әй Қартқожақ, атыңның басын Тартқожақ дейді. Иә? Сонда Қартқожақ Ертарғынмен кімнің? Ақжүністің артынан жүгіреді ғой. Ханзада елін паналап жауларға қарсы күреседі. Жақсы ма? Иә. Қай жырда екен? Ертарғын. Енді Естеместі табайық. Үзінділер, ханның қызы Қаракөз. Алпамыс батырында болатын жағдай
Қарагөз айым. Қарагөз айым деген кейіпкер бар ма еді бізде? Бар. Варианттардың ішінде? Алпамыс. Вариантты жоқ ау. Көмектескен бар болған. Болды ғой. Аха, зынданда жатқан Алпамыс ханның қызы Қарагөз айым мен қойшысы Кейқуаттың көмегімен шығады дейді. Демек біз екінші жерден қателескенбіз. Ары қарай. Қамбар батыр. Бұл жерде Қамбар батырға байланысты бізде бір қиын болды ма? Қиындық болды ма? Жоқ, Алшы Ораздың сабағы деген жоқ. Қалай? Я, енді бұларға кім келеді ғой? Міне, Алшы Ораз. Қараман Бетке Әзімбайға, Назымның әкесіне қарсы шығады, я, сөйтіп ол кімнің Қамбар батырдың көмегіне зәру болып қалады. Қамбар батыр аяқталды, бұда бір проблем болған жоқ. Енді бізде Көбікті батыр естеміс енді келдіген көбірек. Қайда естеміс? Қобланды батыр жырында. Жылқыдағы 90 құлдың бастығы, Қобланды ер баулыған, Қобландыны баулыған ер. Ол бізде Ер. Қобланды. Енді толық картина шығуы керек. Біз мұнан сабақ кезінде барлығын жасадық қой, білесіздер ғой? Естеріңізде қалды ма? Оқушылар, мұнан жасадыңыздар ма? Тамай елінің байы дегендерді. Айманның сүйген жары. Біз бұны сабақ кезінде жасап үлгердік пе, әлде мен үйге бердім бе? Иә. Сабақ кезінде жасап үлгердік пе, үйге бердім бе? Жоқ, біз жасаған жоқ. Сабақ кезінде үлгердік қой. Үлгердік пе?